Талантты адам барлық жағынан талантты. Инженер Томми Томпсон атомдық суасты қайықтарына арналған түрлі жүйелерді жасауда және қазыналарды іздеуде де жетістікке жетті. 1980 жылдардың соңында ол ақш тарихындағы ең ірі қазынаны тауып, оны су бетінен жер бетіне шығарған адам ретінде танылды. Ол байып кетуге үміттенді, бірақ қазыналар оның өмірін толыққанды өзгертіп, бұзып жіберді. Томпсонды бітпейтін соттар, қашу және түрмеде отыру күтіп тұрды. Ол әлі күнге дейін темір тордың арғы жағында, босатылуына мүлде үміт жоқ. Мұның барлығы қалайша орын алды деген сұрақ пайда болды ма? Онда роликті соңына дейін қараңыздар. 1857 жылдың 3 қыркүйегінде орталық Америка атты пароход Панама порты колоннадан шықты және Нью-Йоркқа бағыт алды. Көптеген жолаушылар Калифорнияда отырған. Ол уақытта алтын лихорадкасы болатын. Сондықтан көптеген адамдар өздерімен алтын құймалары мен сөмкелерді алып жүретін. Капитанның өзінің сөмкесінде де алтын болды. Барлаушылар кем дегенде 3 тонна алтынды өздерімен алып жүрді. Сондай-ақ Нью-Йорк банктеріне 3 тонна алтын жүктеп алып келді. Олар экономикалық дағдарысты тоқтату үшін қаржылық көмекке мұқтаж болатын. Құпия тағы да 15 тонна алтын әкелінді деген сөздер жүрді, бірақ бұл туралы ешкім нақты білмейді. Себебі барлық құжаттар Сан-Францискодағы жер сілкінісі мен өрт кезінде жойылған. 6 қыркүйекте орталық Америка Гаванаға аялдады. Онда кейбір жолаушылар басқа пароходқа ауысу үшін түсті. Таңертең кеменің теңізге шыққан кезі ауа райы ашық болды. Кеме әрі қарай жүруін жалғастырды. Бірақ 600 жолаушы мен экипаж мүшелері өздерінің өнімге жақын екенін білмеді. 2 күннен кейін дауыл басталды. Желдің жылдамдығы 47 метр секундына дейін жетті. Кеменің корпусында ағып кетулер пайда болды. Су кеме ішіне құйылып, машиналар бөліміне дейін жетті. Котелдарды су басып қалды және бұл апатқа алып келді. Қозғалтқыш тоқтап, су сорғыштар істен шықты. Капитан барлық дені сау жолаушыларды жұмылдырып 30 сағат бойы судың деңгейін төмендетуге тырысты. Бірақ бұл уақыттың барлығы текке кетті. Сорғышсыз орталық Америка кемесінің суға батуы тек уақыт мәселесінде болды. 12 қыркүйектің кешінде пароход суға батып кетті. Кеме апаты кезінде жақын маңда Марина атты 2 мачталы желкенді кеме тоқтап, 100 адамды, сосын оның ішінде барлық әйелдер мен балаларды, бір әйелден басқасының барлығын алып кетті. Бірнеше сағаттан кейін норвегиялық Эллен кемесі тағы да 50 ер адамды құтқарды. Тұрақты түрде қалып, тағы 3 адам аман қалды. 9 күннен кейін Голдстрим жел ақсы барлық кеме қалдықтары мен одан түсіп қалған заттарды 700 км қашықтыққа алып кетті. Ал қалған жолаушылардың барлығы қайтыс болды. 1970 жылы Томми Томпсон теңіз инженері ретінде алғашқы қадамдарын жасады және ол көпке дейін суға батып кеткен ескі кемелерді іздеушілерді кеңесші ретінде пайдаланып жүрді. Бірақ ол кәсіби түрде балықшы емес, аңшы болып жүретін адамдарға көңілі толмады. Оның айтуынша, олардың әрекетінде техника жеткілікті қолданылмайтын және олардың жұмысы мүлде жүйесіз жүргізілетін. Томпсон бұл салаға да үлес қосып, қазыналарды іздеуде дұрыс әдісті қолдануды шешті. Ол өзі инженер ретінде консультация көрсеткен клиенттеріне тек таяз суларда жұмыс істемей, терең суларда да іздеуді ұсынды. Өйткені барлық қарапайым қолжетімді кемелер баяғыда тоналған болатын. Сондықтан қазыналарды барлығы бара бермейтін жерлерден іздеу керек деп түсіндірді. Томпсонның мақсаты орталық Америка пароходы болатын. Себебі ол туралы аңыздар өте көп еді. Бұл кеме апатынан кейін бүкіл әлемде қаржылық дағдарыс басталды. Бүкіл әлем кеменің қай жерде батып кеткенін білмейтін, яғни ол әлі мұхит түбінде. Томпсон бұл факты ең үлкен плюс деп санады. Томпсон мен оның танысы геолог Боб Эванс 4 жыл бойы архивтерді зерттеп, орталық Америка кемесінің апаты туралы мәліметтерді жинақтады. Бұл өте математикалық процесс болды. Біз итерациялар жүргізіп, деректерді тексеріп, апаттың сценарийін құрдық, деп еске алды Эванс. Норвегиялық Эллен пароходының капитаны апаттан 6 сағат өткеннен кейін аман қалған жолаушылардың координаталарын жазып қалдырған еді. Ал дәл кеме апат болған жерден тек бір-ақ кеме өтіп кеткен. Ол Эльдорадо. Кеме апаттан кейін 1,5 сағаттан соң батып бара жатқан адамдардың жанынан тоқтамастан өте шықты. Эльдорадо кемесіндегі журналдан басқа координаттар табылды. Бұл координаттар арасындағы қашықтық 100 шақырымға жуық болды, деп соңынан айтып берді Эванс. Голдстрим ағысына қарамастан, кіраған кеменің қалдықтары соншалықты қашықтыққа ұшып кетуі мүмкін емес еді. Кейбір координаттар дұрыс емес екені анық еді. Бірақ қайсысы? Томпсон мен Эванс 5 жолаушы Эллен кемесінен 3-ші Саксон кемесіне ауысқанын және ол кеме Саванна қаласына бара жатқандығын анықтады.
Қазына іздеушілер газеттердің ескі қиындыларын қарай отырып, Саванна қаласындағы жарық көрген мақаланы тапты. Онда Саксон кемесінің келгені туралы жазылған және көрсетілген координаталар Эллен кемесінің деректерінің дұрыстығын растады. Эльдорадо жай ғана бойлықты шатастырып алған сияқты, математикалық модель картада апаттың ықтимал орындарын көрсетіп, қазына табылуы мүмкін жерлерді анықтады. Осы жерлерді тексеру үшін кеме жалдау және ресурстарды жұмылдыру қажет болды. Оның бухгалтері Уайн Эшби Томми кездескен адамдардың көбі оған қаржылай көмек көрсетуге келісті, деп айтты. Соның нәтижесінде 161 инвестор 12,7 миллион доллар жұмсап, экспедицияға қаржы салды. Келісім бойынша табылған қазынаның 2/3 инвесторларға тиесілі болу керек еді. Ал қалғанын Томпсон мен оның командасы алатын. Томпсон экспедициясының ең маңызды мүшелерінің бірі 40 жастағы геофизик Майк Уильямсон болды. 1980 жылдың жартысында оның компаниясы S-Mark 1I атты теңіз сканерін сатып алған болатын. Бұл құрылғы 5 километр тереңдікке дейін сканерлеуге мүмкіндік беретін. Ал мұндай жабдықсыз қазынаны табу мүмкін емес еді. 1986 жылдың жазында Томпсонның командасы теңізге шықты. Бірақ оларға барлық жағдайлар қарсы болды. Ағын, ауа райы, техникалық ақаулар және уақыт. 40 күн ішінде олар 3500 шаршы шақырымды тексеріп шығу керек болды. Уильямсон бастапқыда Томпсонның жоспарын қолдамады және екеуі тез-тезден ұрысып тұрды. Бірақ соңында математикалық модель дұрыс болып шықты. Олардың күш-жігерінің және талмай еңбек еткенінің нәтижесінде Орталық Америка кемесінің қираған қалдықтары табылды. Олар оңтүстік Каролина жағалауынан 300 км қашықтықта 2200 метр тереңдікте жатты. Экспедициядан кейін Томпсон су астындағы роботты жетілдіріп, оны алтынды көтеруге арналған құрылғы ретінде сынады. Алғашында ол бірнеше тас көмір бөлшектерін көтерді. Бұл кеменің жанармайы болған материалдар еді. Барлық қатысушылар келісім шартқа қол қойып, ақпаратты жарияламауға міндеттелген. Дегенмен, бәсекелестер бұл әлемді таң қалдыратын жаңалық туралы тез біліп алды. Томпсон өзінің кемесінің артынан кем дегенде 2 басқа іздеу тобының жүргенін білді. Олардың жабдықтары өте тиімді еді, сондықтан олар алтынды тезірек тауып алуы мүмкін. Томпсон өзі және тобы үшін қазынаны қорғау үшін сотқа жүгініп, арнайы апат болған жерде жұмыс істеуге рұқсат алды. 1988 жылға дейін Томпсонның жетілдірген роботы кеменің қалдықтарының 5%-ын зерттеп, 2 тонна алтынды жоғарға көтерді. Егер бұл алтын сатылса, оның құны 76 миллион доллардан кем болмас еді. Ал біздің теңгемен есептегенде шамамен 40 миллиард теңге. Бұдан бөлек бұл алтындардың тарихи құндылығы да аса жоғары еді. Кеме жағалауға қайтып келгенде, Томпсонды әскери оркестр күтіп алды. «Біз байып кетеміз!» деп айтты қатты қуанған Томпсон. Бірақ барлық қазына іздеуші аңшылар сияқты, Томпсон да қиындықтармен бетпе-бет келді. Оның жолында әрдайым бір құпия қарсылас болған. Мұндай ұйымдар немесе адамдар көбінесе іздеушілердің табыстарын талап етіп, олардың ізденістеріне кедергі келтіресін. Мысалы, Индиана Джонста да сондай жағдайлар кездескен. Лара Крофттың да қарсыластары болған, ал Томпсонға қарсы шыққан сақтандыру компаниялары болды. Орталық Америка кемесінің жүк мүліктерінің бөлігі Лондон мен Нью-Йоркте сақтандырылған болатын. Осы сақтандыру төлемдерін алғаннан кейін сақтандыру компаниялары жоғарғы алтынның заңды иелері болып табылды. Олар іздеуді қайта бастағанымен 19 ғасырдың құрылғылары бұл жұмыстарға тиімсіз болды. 130 жылдан астам уақыт өтсе де, сақтандыру компаниялары Орталық Америка кемесінің алтындарын ұмытқан жоқ. Томпсонның қазынаны табу құқығын өздеріне алу үшін 39 сақтандыру фирмасы сотқа жүгінді. Осылайша Томпсонның іздеуі мен алтынды сату мүмкіндігі 10 жылға созылды. Ақырында 1996 жылы сот оның компаниясына табылған қазыналардың 92%-ын алу құқығын берді. Ал 8%-ы сақтандыру компанияларына тиесілі болды. 2000 жылы Томпсон 50 миллион доллар пайда көрді. Бұл сумманы ол 532 алтын құймалары мен көптеген тиындарды сату арқылы тапты. Осылайша Томми де өз инвесторлары мен командасымен есеп айырысуға ақыры ақша табылды. Алайда олар ештеңе алған жоқ. 2005 жылы 2 инвестор оған қарсы сотқа шағымданды. Ал бір жыл өткеннен кейін тағы 9 қызметкер, оның ішінде Майк Уильямсон да бейшара Томмидің үстінен арыз жазды. Олар Томпсонды табу оңай болмайтынын жақсы түсінді, өйткені ол өзінің іздерін жасырын түрде өмір сүрді. Томпсон Флоридаға көшіп, толықтай жасырынып қалды. Ол шетелде тұру үшін жалған құжаттарды пайдаланып, банктік карталарды қолданбады.
Ол 6 жыл бойы Виро-Вич қаласындағы сәнді үйде тұрып, жалдау ақысы үшін ескі $100 қағаздарды қолданды. 2012 жылы сот оны ресми түрде қамауға алу туралы орден шығарды. Бірақ ол кезде Томпсонның бұрын өмір сүрген үйі жоқ, ал оның ізі де қалмап еді. Сот үкімі шықпай жатып, ол және оның көмекшісі әрі ғашығы Элисон елден қашып ізін суытып үлгерген еді. Ал бос қалған үйден 12 мобильді телефон, шамамен $10,000 тұратын маркалы сақиналар және қалай жасырынып өмір сүру кітабы, $1 миллион қалдығы бар шоттағы банк үзіндісі, қоқыстар, банктік сот құжаттары, ескі газеттер, халықаралық телефон карталары және жүздеген бос бөтелке витаминдер табылды. Сол үйден жоғалған соң Томпсон бұрынғыдан да мұқият жасырынды. Ғашығы оған Бакар атындағы курорттық қалада қонақ үй номерін жалдап берді. Олар көшеде мүмкіндігінше сирек көрініп, тек жаяу автобустармен немесе таксимен жүрді. Ізден аңдып жүргендерді шатастыру үшін арнайы сақтық шараларын қабылдады. Томпсон ерекше ақылды еді, тіпті гений десек те болады. ақш маршал қызметінің өкілі Питер Тобин, ол біз іздеген ең ақылды қашқындардың бірі болуы мүмкін, деп мойындады. Алайда Томпсонның іздерін соңғы рет 2015 жылдың қаңтарында ғашығы арқылы іздегенде, олардың қоныс аударған орны анықталды. Содан соң екеуі де қамауға алынды. Қонақ үй бөлмесінде сейфтермен бірге $420,000 және құжаттар табылды. Томпсон мен оның ғашығы ақштан қашып кетуді жоспарлағанын дәлелдеді. 2019 жылы 12 адам мен инвесторлар Томпсон ұйымдастырған экспедицияның қалған ақшаларын алды. Алайда команда мен инвесторлар алған ақша 30 жыл бұрын күткеннен әлдеқайда аз болды. Марк Уильямсон: "Бұл керемет саяхат, әділетсіздікке толы болды", деп жауап берді. Команда мен инвесторлар үшін барлығы аяқталғанымен, Томпсон үшін әлі ештеңе аяқталған жоқ. Ол 500 алтын монетаны қайда сақтағанын айтпайынша түрмеден шықпайды. Оның айтуы бойынша қазынаны шетелге алып кетіп, сақтау үшін біреуге бергенін айтады. Ал алтынның әрі қарай тағдырын білмейді екен. 2013 жылы ол интернетте бір адаммен хабарласқанын айтады. Ол алтынды Белизге алып кетіп, сосын әкеп беруге уәде берген екен. Томпсонның ғашығы оған 4 немесе 5 чемодан алтынды тапсырып, көп ұзамай жоғалып кеткен. Сот бұл әңгімеге сенбеді, ал Томпсон түрмеде қалды. Қазір Томпсон бұл алтынды іздеуге қатысқанына өте қатты өкінеді. Оның айтуы бойынша, егер мен барлығын бастан басай алсам, бұл қарғыс атқыр алтынды іздемес едім. Себебі ешкім өмірін сары және ауыр металға айырбастамайды. Осылайша бүгінгі шығарылым соңына жетті. Соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Міндетті түрде каналға лайк басып тіркел.